Massive. Lights, camera, action, that's it. Алдарыңызда бүгінгі байқау жүргізушілері Сейсекеева Зарина Ерболқызы және Құрымбай Ерлан Асқарұлы. студенттер, қонақтар және бүгінгі байқау қатысушылары. Қайырлы күн, аса қадірлі университет қауымы. Біз сіздерді Қарағанды университеті студенттер сарайының төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Университет сұлтаны, университет аруы 2025 байқауының алғашқы кезеңіне қош келдіңіздер. Бұл байқауға университетіміздің 12 факультетінен 24 үміткер алынып отыр. Байқау ережесіне сай, әр факультеттің атынан іріктеу кезеңінен өткен бір жігіт және бір қыз университет аруы, университет сұлтаны 2025 атағы үшін бақ сынасатын болады. Олай болса, қатысушыларымызды сахна төріне шақырайық. Тарих факультетінің сұлтаны Анарбек Бекболат және аруы Тілеубек Аягөз. Педагогика факультетінің сұлтаны Жасланұлы Тамырлан және аруы Советова Аружан. Филология факультетінің сұлтаны Нәбиев Райымбек және аруы Шүкірбай Аружан. Физика-техникалық факультетінің сұлтаны Сатыбалды Бекжан және аруы Абишева Нұрдана. Экономика факультетінің сұлтаны Қожанов Нұржан және аруы Аринова Дильназ. Химия факультетінің сұлтаны Ержанов Ерасыл және аруы Сатпаева Айдана. Математика және ақпараттық технологиялар факультетінің сұлтаны Жылқыбай Мейіржан және аруы Ақылбек Гүлі. Заң факультетінің сұлтаны Қуанышбеков Мирас және аруы Мырзакулова Аружан. Шетел тілдер факультетінің сұлтаны Тұрғали Әл-Фараби және аруы Есмағамбетова Адема. Дене мәдениеті және спорт факультетінің сұлтаны Темірғалиев Ерсұлтан және аруы Мусаидова Мерей. Биология география факультетінің сұлтаны Теміржан Нұрғасыр және аруы
сұлтаны Сманов Аңсар және Аруа Тоқдерхан Фатима. Барша қатысушы сұлтандарымыз бен аруларымызға деген құрмет, қошеметтеріңіз. Бүгін байқауға қатысушы аруларымыз бен сұлтандарымыз байқаудың екі кезеңі бойынша сынға түседі. Алғашқы кезең қатысушыларымыз интеллектуалдық сайыс бойынша жарысады. Кезең негізінде қатысушыларымызға университеттің тарихы, Қазақстан Республикасының Конституциясы, Наурыз мейрамы және академик Евгений Арыстанұлы Бөкетовтың өмір баянынан сұрақтар қойылатын болады. Ал келесі кезең сұлтандарымыз бен аруларымызда жеке-жеке өтеді. Арулар қолөнер шебері байқауының тігіс түрлерін тігуден және дастархан сәндеу бойынша сайысқа түссе, ал сұлтандарымыз спорт шебері байқауда спорт түрлерінен берілген уақыт бойынша бақ сынасады. байқауымыздың алғашқы кезеңін интеллектуалды сайысымызды бастаймыз. Барша қатысушы аруларымызда өз орындарына жайғасуларын сұраймыз.